Мысықтардың ғарышқа қалай ұшқаны туралы мысықтар тарихы циклінен оқыңыз. Жаңа серияларды жіберіп алмау үшін жазылыңыз. Фелисет, бірінші астромысық. Ғасырлар бойы адамзат баласы ғарышқа ұлы жол ашты. Бірақ бұл жаңалық ұзақ, драмалық оқиғаларға толы болды. 1950-1970 жылдар біз үшін шексіз ғарышты ашқан ұлы қаһармандар мен ғалымдар дәуірі болды. Әрине, бұл дәуірде мысықтарсыз күн көре алмады. Бірақ олардың көмегі бірден келе қоймады. Жерді орбитаға шығарған алғашқы тіршілік иесі Лайка ит екені белгілі. Өкінішке орай, ол өзінің ұлы міндеті кезінде қаза тапты. Кейін сәтті сапарға шығып, Белка мен Стрелка иттерінің жеріне оралдым. Бұл туралы мен цифрлық тарих. Кеңес ғалымдарының таңдауы неге иттерге түсті? Өйткені алғашқы ғарышкерлердің лауазымына кандидатуралардың түрлі нұсқалары талқыланды. Біреу егеуқұйрық, біреу тышқан, біреу шимпанзе ұсынды. Астронавтиканың дамуына америкалықтарда ықпал етті. Кеңес ғалымдарының пайымдауынша иттерді үйрету жақсы, олар да шимпанзеден гөрі тынышырақ. Мысықтардың кандидатурасы да талқыланды, бірақ оларды ғарышқа ұшыруды қолдайтындар аз болды. Тек 1960 жылдардың басында Франция ғарыштық жарысқа белсенді түрде қосылған кезде, Парижде мысықтар үшін ғарышты бағындыру кезеңі келді деп шешті. 1961 жылы Парижде бір саудагерден үйсіз-күйсіз жүрген 14 мысық сатып алып, оны шатырлар мен жертөлелерге апарып жайғастырды. Айта кету керек, ғарышқа мысық ұшырғанға дейін француздар бірінші болып ойланған жоқ. 1959 жылдың өзінде бразилиялықтар мысықты Фламинго деген керемет атымен Феликс 1 зымыранында ұшыруға ниеттенген. Бірақ қазіргі заманғы нұсқада айтылатынындай, соңғы сәтте бұл идеядан бас тартқан. Ал француздар 1961 жылы 22 ақпанда Сахара шөлінде мина қондырылған электродтары бар гектар егеуқұйрықты алаңнан ұшырды. Олар жануардың ұшу барысында әртүрлі физиологиялық процестерін бекітуге көмектесті. Тағы екі егеуқұйрықты іске қосқаннан кейін, француздар операциялары мысықтарға үйрену батыры Никулиннің кеңесімен шешілді. 14 құйрықтылардың бәрі ұрғашы, яғни сабырлы мінезді, біреуін таңдап алған Фелисет, 341 жедел лақап атты лақапқа ие болды. Бұл мысықтарды айғайлау үшін, оқымыстылардың оларға үйір болмау үшін жасалған. Кеңес ғалымдары мұндай әдісті қолдану туралы ойланбады да. Олар өз қарауындағыларды жақсы көретін және иттері тапсырмадан қайтып оралмағанда қатты уайымдайтын. Физиолог Олег Газенко ұшудан және Лайканың қазасынан кейін салтанатты шараларға қарамастан, ғарышкер иттің өліміне қайғырып, қала сыртына оңашалануға кетті. Сергей Королев ұшу кезінде оның сүйіктісі қайтыс болған кезде, ол ұшып кетер алдында құлағына сыбырлаған ит түлкі, мен сенің қайтып келгеніңді қалаймын деп, ол да досының өліміне қайғырды. Француз ғалымдары шебер хирургтердің көмегімен барлық 14 мысыққа электродтарды имплантациялады және олармен қатар, мысалы, центрифугалардың көмегімен жоғары жылдамдықпен бірқатар жаттығулар жасады. 2 ай бойы қарқынды жаттығудан кейін, 6 мысық іріктеліп алынды. Тек ұзақ талқылаудан кейін ғарышкер мысықтың рөліне Фелисет 2 түсті ақ қара мысық таңдалды. Францияда мұндай мысықты смокинг мысықтары деп атайды. Оған барлығы 11 электрод орналастырылды. Олардың 9-ы бас сүйегіне және алдыңғы аяғына имплантацияланған 2 электродтың көмегімен мысыққа ұшу кезінде электр импульстарын беру көзделді. 1963 жылы 18 қазанда Алжирдегі старт алаңынан Фелисет ұшуға аттанды. Ол қысқа, небары 8 минуттай болды. Оның 5-еуін Фелисет салмақсыз өткізді. Оның капсуласынан кейін парашютке қонды және жедел түрде француз тікұшақтарымен анықталды. Зерттеу нәтижелері толық болмады, себебі сигналдардың біразының шешуін таба алмады. Бірақ Фелисет мысықтың ауырлықтан да, салмақтан да аман қалатынын дәлелдеді. Ұшудың алғашқы нәтижелері Фелисетті мысық Феликске қиылыстырған прессаны, сол аттас мультсериалдың кейіпкері, таныды. Алғашқы ғарышкердің ақпараттық тағдыры қырғиқабақ соғыстың қос стандарты саясатының көрінісі болды. Лайканың ұшуынан кейін Америка құрама штаттары мен Батыс Еуропада ит өліміне әкеп соқтырған кеңестік жүйенің адамгершілікке жатпайтындығын айыптайтын науқан басталды. 2 айдан соң Фелисет мысықты тек миын тексеру және зерттеу үшін ұйықтатқан кезде, француз баспасөзі не үнсіз қалуды немесе француз ғылымына тәнті болуды қалады.
24 қазанда тағы бір мысық іске қосылды, бірақ жерге капсула түскенде онымен зақымдалды, және екінші астрокошка, өкінішке орай, қайтыс болды. Осы жағдайдан кейін жолдастарын ұшырудан Фелисет бас тартты. Катосхумар, француз ғалымдары қалған мысықтардың бәрін ұйықтатып тастады, тек біреуі Скубида. Тек 1961 жылы Франция Мартин шимпанзе бола отырып, ғарышқа тірі жанды ұшырады. Бірақ бұл енді басқа әңгіме. Француздар Фелисет туралы тез ұмытып кетті. Кейінірек оның құрметіне бірнеше марка шығарылды, бірақ тек 2019 жылы краудфандинг компаниясынан кейін бұл керемет мысыққа ескерткіш орнату үшін ақша жиналды. Ол Францияда халықаралық ғарыш университетінде орналасқан. Бұл биіктігі 1,5 метрлік өте қарапайым ескерткіш, онда Фелисет жер шарында ғарышқа қарап отыр. Адам ғарышты міндетті түрде бағындыратын болады. Кім біледі, біздің өмірімізде біз айдағы, Марстағы, Венерадағы қалаларды көрерміз. Мүмкін, ғарышқа ұшу ұшақпен бірдей қолжетімді болар. Бірақ бір нәрсені анық айтуға болады. Адаммен бірге ғарыш міндетті түрде мысықтарды да бағындырады. Ал өзінің екі түсті аяғымен алғашқы қадамды Фелисет есімді қайғылы тағдыры бар Париждің қаңғыбас мысығы жасады.